Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ауызашарға осындай керемет ас мәзірін ұсынатын боламын. Өте дәмді, жеңіл жасалатын тағамдарды ұсынамын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен немістің ұлттық тамағы өте тойымды тағамдардың бірі және жасалуы оңай тағамды штрудельді дайындайтын боламыз. Қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, үстіне туралған етімізді салып, сарғайғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Ендігі кезекте үстіне пиязымызды саламыз, тағы да жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұзымызды салып, суымыз тартылғанша кішкене қуырып алатын боламыз. Содан соң бір кеседей суымызды құйып, суымыз қайнап тартылғанша етімізді бұқтырып аламыз. Ал оған дейін қамырымызды жасаймыз. Ол үшін жұмыртқаға су, тұзды салып, вилканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз да, ұнымызды шетінен қоса отырып, қамырымызды илейміз. Бізде қамырымыз қатты не болмаса жұмсақ болмауы қажет, орташа тығыздықта болса болғаны. Қамырымызды илеп, бетін жауып тындырып қоямыз. Оған дейін біздің етіміздің суы тартылып тұрады. Үстіне сәбізді саламыз. Қалауларыңыз бойынша көкөністер салсаңыздар болады. Картопты, сарымсақты және қызанақты салып бұқтырып алатын боламыз. Қалаған приправаларыңызды қоссаңыздар болады. Мен универсалды қостым. Жақсылап барлығын араластырып, орташа отта қуырап аламыз. Ендігі кезекте қамырымызды жуалап алып, ұнымызды сеуіп, қолдың көмегімен, содан соң оқтаудың көмегімен қамырымызды жұқа қылып жайып аламыз. Біздің қамырымыз орташа қылып илесеңіздер оңай жайылады. Осылай оқтаудың екі шетінен соза отырып, қамырымызды жайып аламыз. Үстіне сұйық майымызды құйып, арасына қалауларыңыз бойынша пияз, сәбіз, көк пияз қоссаңыздар болады. Мен осылай пиязбен сәбізді ғана қостым. Және видеодағыдай кесіп алып, осылай орап шығатын боламыз. Негізі маған осылай жасаған ұнайды. Сіздер басқаша жасасаңыздар да болады. Жай арасына начинка салмай-ақ орасаңыздар болады. Мінекей барлығын осылай жасап алып, подливтің бетіне, шетінен сала отырып, салып шығамыз. Содан соң бір кесе ыдыстағы суға томатымызды қосып, жақсылап араластырып, толықтай бетін жауып тұратындай суды құйып, 20 минуттай бұқтырамыз. 20-25 минутта бұқтырамыз. Біздің тамағымыз мінекей дайын болды. Өте дәмді, қолжетімді заттардан жасалады. Керемет тағамдардың бірі. Енді достар, салатымызға кірісетін боламыз. Бізде жеңіл салат, ешқандай майонез қоспай жасаймыз. Ол үшін бізге көкөністер қажет. Алдымен 40 қабатты видеодағыдай турап аламыз. Барлығын біркелкі қылып турап аламыз. Ыдысымызға саламыз. Ендігі кезекте сәбізді теркадан өткіземіз. Құрамын толықтай описанияға жазып қалдырамын. Тұзды салып, жақсылап, мыжғылап 10 минутқа қалдырамыз. Оған дейін қиярды тураймыз. Қалауларыңыз бойынша үлкен қылып турасаңыздар да болады. Қиярды турап саламыз. Содан соң редисканы осылай турап саламыз. Салаттың үстіне редисканы саламыз. Енді кезекте көк пиязды саламыз. Укроп, кинза қоссаңыздар да ерекше дәм береді. Үйдегілер ұнатпаған соң мен қоспадым. Ендігі кезекте чеснокты жақсылап майдалап, үстіне чеснокты саламыз. Дәміне қарай тұз, қарабұрыш қосып, қызып тұрған майды құйып аламыз. Жақсылап араластырып, 1 сағат холодильникке қалдырамыз. Мінекей біздің жеңіл салатымыз дайын. Өте жеңіл әрі витаминге толы салаттардың бірі.
міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал достар, біз енді кезекте шайға кекс пісіреміз. Ол үшін жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Кішкене ванильный сахар қостым мен, дәмі иісі шығу үшін. Миксерсіз жасалады, өте оңай жасалады. Үстіне сүтімізді қосамыз және сұйық майымызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Оңай рецепттерді сіздерге ұсынуға тырыстым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ендігі кезекте ұнымызға разрыхительді қосып, міндетті түрде илеуіштен өткізіп аламыз. 2 бөлікке бөліп, осылай венчиктің көмегімен массамызды жақсылап араластырып алатын боламыз. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Енді осы дайын болған массамызды формаларға құйып шығатын боламыз. Қатты толтырмаңыздар, себебі көтеріліп, тасып кетуі мүмкін. Барлығын осылай жартылай қылып құйып шығатын боламыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста. Ендігі кезекте үстіне дәнек, қалауларыңыз бойынша мейіз қоссаңыздар болады. Менде осындай орех бар еді, соны қостым. Өте дәмді, күтірлеп шығатын болады. Пешімізге жіберетін боламыз. Біздің кекстарымыз мінекей дайын болды. 20-25 минутта пісіп шығады, өте дәмді. Ал достар, міндетті түрде осы ас мәзірін сіздерде жасап көріңіздер. Өте дәмді, тойымды тағамдардың бірі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Ас болсын.